Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз сендермен бірге сөйлеуді дамыту ұйымдастырылған оқу қызметін өтетін боламыз. Тақырыбы жеміс-жидек пен көкөністер. Мақсаты сөздер мен фразадағы дыбыстарды дұрыс дыбыстау. Қанекей балалар, бәріміз бірге көңіл күйімізді көтеріп, шаттық шеңберді менімен бірге қайталайық. Күн шуағын жинаймын, достарыма сыйлаймын. Күн жылуын аямасын, шуағымен аяласын. Достық керекті барлық бала саяласын. Жарайсыңдар балалар. Балалар, жұмбақтарымыз не туралы екен? Дұрыс айтасыңдар, жемістер мен көкөністер туралы. Ендеше бүгінгі сабағымыз осы тақырыпта болады. Балалар, оларды кім егеді? Дұрыс, оларды бағбан егеді. Бау-бақшаны күтуші адам суарып, түбін қопсытып күтеді екен. Ал балалар, бірінші тапсырмаға назар аударайық. Бірінші суретте не бейнеленген? Олар не үшін қажет? Бірінші күрек пен айыр, дұрыс айтасыңдар. Екінші арба. Арба піскен жеміс көкөністерді тасып, қалған заттардың атауын айтып, не үшін қажет екенін айтыңдар. Балалар, сендер шаршаған шығарсыңдар. Ендеше сергіту сәтін жасап алайық. Көбелекке ұқсап ап, ұшайықшы бәріміз. Оңға қарай бір ұшып, солға қарай бір ұшып, шарлайықшы жер шарын. Екінші тапсырма балалар, ребусты бірге шешейік. Бірінші суретте қыз, ал екінші суретте нанның суреті бейнеленген. Бұл жерде қызан сөзі құралып тұр. Үшінші суретте тақ. Тақ сөзінің бірінші әрпін алсақ, қызанақ сөзі шығады екен. Бос орынға балалар қызанақтың суретін саламыз. Үшінші тапсырма, жемістерді себетке сызық арқылы саламыз. Балалар, қарбыз жеміске жата ма? Жоқ, көкөніске жата ма? Дұрыс айтасыңдар. Қарбыз жеміске жатады. Ендеше сызып себетке саламыз. Қалған жемістерді өздерін тауып салыңдар. Енді балалар, сиқырлы себеттер әдісін пайдаланып, жемістер мен көкөністерді ажыратайықшы. Жемістерді бірінші, ал көкөністерді екінші себетке саламыз. Жақсы балалар, бүгінгі біздің ұйымдастырылған оқу қызметіміз осымен аяқталды. Сау болыңдар. Берілген тапсырмаларды орындаймыз.